Сиырдың қабырға етін шырынды етіп дайындау тәсілімен бөлісемін. Ең алдымен тұздығын дайындап аламыз. Таза қазақ тұшытылған сары майын қосып, тұз және қара бұрыш, кориандр, паприка салып, чеснок салып, араластырып 2 сағатқа тұздықтаймыз. Дүкендегі зиянды майлардан бас тартып, өзіміздің отандық таза қазақ майларын қолданып жүрмін. Таза табиғи, адам ағзасына ешқандай зияны жоқ. Дәл қазір күрке тауық майын картопты пісіруге арнайы қолданып жатырмын. Гарнирге күріш дайындаймыз. Жылқының қазылық майын құйып, күрішті қуырып пісіріп аламыз. Гарнирді дайындап болғанша етіміздің тұзы сіңіп, оны фольгамен орап 2 сағатқа 150 градуста пісіреміз. Етіміз пісті, енді кішкентай ожаумен сорпасын алып, томат, бал, горчица салып араластырып, еттің 2 бетіне соусты жағып аламыз. Бұл бізге еттің бетіне корочка пайда болу үшін керек. Пешке 180 градуста 20 минутқа жібереміз. Етіміздің жұмсақ болғанын экран бетінен көріп тұрған шығарсыздар, я. Сіз де дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Дәмі өте керемет болады.